Қайырлы кеш достар, бүгінгі видеом мына бір тақырыпты қозғайын деп отырмын. Яғни 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекетіміз арнайы салық режиміндағы микро және шағын бизнесті 3 жылға салықтан босатқаннан кейін бюджеттің кіріс бөлігі айтарлықтай азаятындығы, яғни түсімнің азаятындығы ол айтпаса да түсінікті. Өйткені салық бюджетке түсетін түсімнің негізгі қайнар көзі болып табылады. Ал енді арнайы салық режимінде жұмыс істейтін бизнес субъектілері бізде өте көп. Бізде негізгі бизнес субъектілері негізгі таңдайтын режимі, салықтық режимі ол арнайы салық режимі. Яғни өте көп кәсіп иелері салық төлемейтін болады. Осы орайда келесідей мәселе туындайды. Яғни бюджетке ақша жетпейді. Мемлекет бюджетке ақша түсірудің басқа да жолдарын қарастыра бастайды. Енді мемлекет басқа да жолын қарастырады деген сөз, ол қарапайым халыққа тағы да бір ауыртпашылық түсіретін жолдарын табатыны, яғни басқа бір жолдарға баратыны түсінікті. Оны елдің бәрі түсіну керек. Қандай жолдар дейсіз ғой? Мен сол жайында бүгін айта кетейін деп едім. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, кез келген әкімшілік құқық бұзушылық ол Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі мен реттеледі. Яғни осы кодексте жазылады. Қандай құқық бұзушылық болса, қандай сізді жаза күтіп тұр. Көптеген әкімшілік құқық бұзушылықтарға негізінен бірінші жолы осы 2020 жылға дейін бірінші жолы орын алса, ескерту беріледі. Бірінші жол ескертеді. Егерде әлгі жаңағы құқық бұзушылық бір жылдың ішінде екінші рет қайталанатын болса, онда екінші жолдан бастап айыппұл салынатын болған. Яғни екінші жол қайталанса айыппұл, одан үшінші жол қайталанса одан да үлкен айыппұл, айыппұлдың сомасы көбейе беретін. Яғни бірінші жолы ескерту берілетін. Ал мына 2020 жылдан бастап күшіне енейін деп жатқан жаңа әкімшілік кодексте бұл алынып тасталды. Яғни ескерту берілмейді. Бұл деген сөз бірден әкімшілік құқық бұзушылыққа жол бердіңіз бе, онда бірден айыппұл төлеуге дайын болыңыз деген сөз. Яғни мемлекет осындай жаңағы салықтан босатудың орнын осындай іс-шаралармен толықтырады деген сөз. Әкімшілік құқық бұзушылық деген ол мысалы сіз товар сатасыз делік, немесе қызмет көрсетесіз делік. Өз қызметіңіз үшін жаңағы чек тұрмадыңыз ба, болды, сіз әкімшілік құқық бұзған болып есептелінесіз. Яғни сіз туралы ақпаратты салық органдарын алатын болатын болса, онда сіз бірден жаңағы айыппұл төлейтін боласыз. Ал енді сіздер сұрақ туындауы мүмкін, мен туралы ақпаратты кім береді деп. Сіз туралы ақпаратты әлгі сізден қызметіңізді алған немесе тауарыңызды алған адам береді. Өйткені мемлекет әлгі адамдарға сыйақы тағайындап қойды. Яғни маған фискальный чек бермеді деген адамға мемлекет шотына ақша аударады. Бір ақпарат үшін 1000 теңге төлейді. Бұдан ары қарай енді ол сыйақының мөлшері ары қарай өсе беруі мүмкін. Яғни ол адамдар сіз туралы сіз фискальный чек бермесең деп тілеп тұратын болады. Өйткені сіз фискальный чек бермесеңіз, сіз үшін ол мемлекеттен 1000 теңге ақша алады. Мысалы айталық, сізден келді бір орбит па, или бір сникерс па бірдеңке сатып алды, бір 100 теңге, 150 теңге тұратын нәрсе сатып алды, орнына мемлекет оған 1000 теңге қайтарып береді. Жақсы ақша табудың жақсы жолы емес па? Бұл жолды негізінен студенттер пайдаланып жүр екен, осы жаңағы қазіргі біздің жағдайымызда. Сонымен қатар фискальный чек демекші, мемлекет 2020 жылдан бастап барлық қолма-қол ақшамен есеп айырысатын барлық кәсіп иелерін кассалық онлайн бақылау кассалық машинасын алуға міндеттеді. Яғни сіз қызмет көрсетесіз ба, онлайн кассалық қызмет машинасын алу керексіз. Енді бұл деген сөз, бұрын мысалы патентпен жұмыс істейтіндер ондай онлайн кассамен жұмыс істемесе болатын болған. Ал осы жылдан бастап патентпен жұмыс істесеңізде сізде, яғни сіз қолма-қол ақша мен есеп айырыстыңыз ба, болды, бірден
жаңағы фискальный чек ұру керексіз. Сонымен, ал енді фискальный чек, яғни сіз фискальный чек ұрмасаңыз, әкімшілік құқық бұзған болып есептелесіз. Және де талапқа сай келмейтін фискальный чек ұрған болатын болсаңыз, ол да әкімшілік құқық бұзушылық болады. Талапқа сай деген сөз, яғни фискальный чекке қойылатын белгілі талап бар. Яғни фискальный чекте келесідей ақпарат болу керек деген. Осы тұста мен айта кететін жағдай, фискальный чекке 13 түрлі талап қойылады екен. 13 түрлі талаптың біреуіне сәйкес келмей қалатын болса, онда сіз әкімшілік құқық бұзған болып есептелінесіз. Енді осының әрқайсысына жекеден тоқтап кететін болсақ, қандай талаптар? Бірінші, салық төлеушінің атауы, яғни сіз кімсіз? ТО пәленбай или ИП пәленбай деген атауы болу керек. Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі, яғни ИИН или БИН болу керек. Бақылау кассалық машинасының реттік нөмірі, яғни заводтан шыққандағы реттік нөмірі. Өйткені бұл кассалық машиналардың барлығы мемлекеттік реестрда тіркелген. Төртінші, салық органында бақылау касса машинасының тіркеу нөмірі, яғни бірінші заводтық нөмірі болсын. Енді сіз жаңағы кассалық машинаңызды салық органына барып тіркейсіз ғой, сол жердегі кассалық жаңағы тіркеу нөмірі. Одан кейін әлгі чектің реттік нөмірі, яғни мына чек сіздің нешінші чегіңіз, бірінші ма, бесінші ма, жүзінші ма, фискальный чектің нөмірі. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілген қызметтің сатып алу күні мен уақыты, яғни қай күні, қашан, сағат нешеде әлгі чек ұрылды. Өйткені сол уақытта сіз туралы ақпарат салық органдарына бірден түсіп отырады. Өйткені қазіргі барлық кассалық аппарат, білесіздер, онлайн. Одан кейін тауардың, жұмыстардың, қызметтердің бірлігі үшін баға, яғни мысалы сіз 10 нан сатсаңыз, 10 сүт сатсаңыз, бірақ біреуінің бағасы қанша соның, яғни бірлігінің бағасы көрсетіледі. Фискалдық белгі, яғни бұл жаңағы мемлекеттік, жаңағы фискальный чектің өзінің нелері бар, признактары бар. Яғни фискальный чек ұрылды деген мағынаны білдіреді. Фискалдық оператордың атауы, яғни біз жаңағы сіз туралы ақпаратты бірден салық органына беретін оператор. Біз осы жағдайда қазір осы күндерге дейін Қазақтелеком бізде оператор болып есептелінеді. Өздеріңіз білесіздер, ай сайын 1,5 теңге төлейсіздер. Сол оператордың сіз туралы ақпаратты бірден салық органына берген ақпараты үшін 1,5 теңге абоненттік төлем төлейсіздер. Енді жақында Транстелеком қосылайын деп жатыр, Билайн қосылайын деп жатыр. Яғни бұл жерде операторлардың арасында да бәсекелестік болады. Бірақ қазір тек қана Қазақтелеком. Тауардың, мына жерден бастап мұқият болыңыздар. Тауардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы. Яғни сіз не сатып жатырсыз, қандай қызмет көрсеттіңіз, соның атауы болу керек фискальный чекте. Нан ба нан, сүт па сүт, болмаса киім ба киімнің атауы болу керек. Олардың саны, өлшем бірлігі көрсетілу керек. Яғни сіз қанша саттыңыз, 5 ма 10 ба, және өлшем бірлігі. Ол килограммен өлшене ма, штукпен өлшене ма, болмаса метрмен өлшене ма, өлшем бірлігі болу керек. Одан кейін жаңа сатқан тауардың жалпы сомасы. Мысалы жаңағы бір талының бағасын көрсетілді ғой. Одан кейін бағасы бір талдың саны көрсетілді. Одан кейін жалпы сомасы. Қанша сомаға сіз тауар саттыңыз, жалпы сомасы көрсетілу керек. Одан кейін 13-ші ең соңғы талап, ол егерде сіз қосылған құн салығын төлеуші болатын болсаңыз, сонда сол қосылған құнның сомасы көрсетіледі. НДС, қанша НДС салынды сізге, қанша НДС төледіңіз. Яғни осы 13 түрлі талаптың біреуіне сәйкес келмей қалатын болсаңыз, онда сіз бірден әкімшілік құқық бұзған болып есептелінесіз. Ал әкімшілік құқық бұздыңыз ба, онда сіз бірден айыппұл төлейсіз. Сондықтан енді ойланыңыз. Ал қазір салық органдарында енді олардың негізгі қызметі, негізгі қарайтыны осыған баса назар аударатын болады. Кім хабарласады, кім туралы ақпарат береді, бірден соны барып тексереді. Бірден жаңа құқық бұзушылық орын алды ма, бірден протокол толтырады да сізді
құқық бұзғаныңызды тіркейді, одан кейін сізге айыппұл салады. Айыппұл салғаннан кейін сіз айыппұл төлеуге міндетті боласыз. Енді сізге не істеу керек? Әлі мына әкімшілік салық кодексі күшіне енбегендіктен сіз қазір бірден осы кассалық бақылау кассалық аппаратыңызды бірден мына неге сәйкес келетіндей қылып жасау керексіз. Оның жолдарын мен келесі видеомда айтатын боламын, қалай болатын. Бірақ ол видеоның қалай түсетіндігі сіздердің осы видеоның астына жазған комментарияларыңызға байланысты. Егер де сіздер комментарийде көбірек жазатын болатын болсаңыздар, онда мен келесі видеоны түсіруге менде не болады? Стимул болады менде. Яғни мен онда ынталанам келесі видеоны. Яғни менің видеом барынша сіздерге пайдалы болған, қызықты болғанына мен өзімнің көзім жетеді. Онда келесі видеомда қалай кассалық аппаратыңызды сәйкестендіресіз. Ертең күні салық органдарынан келіп сізді айыппұл төлеткізбес үшін не істеу керексіз, сол жайында видео түсіретін боламын. Достар, егер де бұл видео сізге пайдалы деп тапсаңыз, онда достарыңызға барынша көп таратыңыз, өйткені қауіптің алдын алу керек. Ертең күні айыппұл төлеп жатпас үшін соның алдын алып айыппұл төлемейтін жағдайға келу керек. Қызықты ақпараттардан құр қалмайын десеңіздер, менің каналыма тіркеліңіздер, қоңыраушаны басыңыздар, сонда сіз әрқашан пайдалы ақпараттардан құлағдар болып жүресіздер. Келесі видеода жолыққанша сау саламат болыңыздар.